Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді кәдіден орама жасаймыз. Алдымен кәдіні видеодағыдай ұзын бөліктерге жұқа етіп турап шығамыз. Туралған кәдінің алды-артын аздап пісте маймен майлаймыз. Табаны қыздырып, құрғақ күйінде майланған кәдімізді алды-артын жағысылап қуырып шығамыз. Кәді әбден жұмсағанда табадан аламыз. Кәдімізді екі бетінде қуырып алдық, енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбелі сыр, итальяндық шөптер жиынтығын қосамыз, кедір жаңғағын және оливковый майын құямыз. Кәдіге жарты шай қасық салмасын саламыз, базилик шөбін саламыз, черри қызанағының жарты бөлігін салып ораймыз. Міне қарапайым кәдіден осындай керемет, өте дәмді орама жасауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.